Петропавлда облыс әкімінің тапсырмасы бойынша футбол алаңдары ашылуда. Биыл олардың 27-сі тұрғызылмақ. Оның 2-і бүгін Чайковский және Ухабов көшелерінде қолданысқа берілді. Тілшіміз тарқатады. Чайковский көшесіндегі мына алаң жергілікті атқамінер кәсіпкерлердің қаражатына салынды. 1 миллион теңгеден астам ақшаға тұрғызылған спорттық нысан 2 ай ішінде бой көтеріп үлгерді. Сегодня очередную площадку мы открываем. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша былтыр 15 футбол алаңы бой көтерді. Биыл тағы соншасы қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін олардың саны 27 болмақ. 46 жыл бойы Чайковский көшесі нөмірі 13-ші үйде тұрып жатқан Альфия Нұрахметова үшін бүгін үлкен мереке. Осы уақыт аралығында Петропавл қаласының тұрғыны қалалық әкімдіктен спорттық нысан салуды сұраған болатын. Биыл арманы орындалды. Очень долго ждали. Біздің ауданда көп балалар тұрады, сондықтан мұндай спорттық нысан бұрыннан керек болды. Енді міне футбол алаңы тұрғызылды. Облыс әкіміне алғысымыз шексіз. Жаңа спорттық нысанның тұрғызылуымен балаларға бос уақыттарын көңілді өткізуге мүмкіндік туды. Бұл футбол алаңы жергілікті кәсіпкерлердің қаражатына салынды. Сегодня пришли играть в футбол, я вратарем играю. Мен осындай футбол алаңының пайда болуына қуаныштымын. Енді сабақтан кейін осында келуге асығамыз. Достарыммен жиналып, сүйікті ойынымызды ойнаймыз. Дәл осы сынды футбол алаңы Береке ықшам ауданында да тұрғызылды. Нысанның салтанатты ашылуына қатысқан қала әкімінің орынбасары мен депутаттар балаларға сыйға 3 футбол добын табыс етті. Жоспар бойынша биыл жылдың соңына дейін шаһар бойынша тағы 12 спорттық алаң қолданысқа берілмек. Аманжол Нұртазин, Юрий Исқақов, ақпарат.